Футбол бұл өмір, ал 13-ші сектор арнасы футбол ақпараттарын сіздерге жеткізуші арна. Бүгін 13-ші сектордан көретіндеріңіз: Джамал Мусиала Бавариядан кетеді, АПЛ-ға барады деген ақпараттар шығуда. Интер Майамидің басшыларының бірі Месси қаншалықты жалақы алады және де болашағында не істейді, соның бәрін жайып салды. Осы және басқа да футбол ақпараттары бүгін сіздердің назарларыңызда. Достар, 13-ші сектор арнасын қолдап, арнамызға жазылып, қоңыраушаны басып отыруды ұмытпаңыздар. Ал енді біз бастайық, кеттік. Спортингтің бас бапкері Рубен Аморимді білесіздер. Ливерпульға барып қосылады деген ақпараттар көп, және де Ливерпуль Спортингқа 10 миллион өтемақысын төлейді. Ақпараттарға ғана айтылған жоқ. Негізінде Ливерпуль мен Рубен Аморим келіссөздер жүргізіп қойды. Келісім шарт бар, нақты осы бапкер келеді деген ақпараттарды көп шығарған болатын басылымдар. Енді әлемге әйгілі инсайдер, белгілі инсайдер айтқан әңгімесі 90%-ға нақты келетін Фабрицио Романо айтады. Осы Фабрицио Романо Рубен Аморимнің сөзін жеткізді. Рубен Аморим былай дейді: мен Ливерпульмен ешқандай да келіссөздер жүргізіп жатқан жоқпын, және де келісім шартқа қол қояйық деген ауызша келісім шартта болған жоқ біздің арамызда. Ливерпульдан маған ұсыныс келген жоқ, мен Ливерпульға деген уәдемді берген жоқпын. Бұның бәрі жалған ақпараттар, деді Рубен Аморим. Енді Рубен Аморим неге бұлай ашуланып кеткенін білмейміз. Осындай сұхбат берген екен. Бәлкім Спортингқа қатысты ойынын қояйын десе, тактикасын жүргізейін десе, осы әңгімелер кедергі жасап жатқан шығар. Бәлкім Спортингтің жанкүйерлерінен оған қандай да бір әңгімелер айтып жатқан шығар. Осы әңгімесін ақпараттарға ашық айтқан екен. Бұны Фабрицио Романо бізге жеткізіп отыр. Сондықтан да бұл шын ақпарат. Демек, Рубен Аморим мен Ливерпульдің арасында ешқандай да келіссөздер жоқ деген сөз. Достар, бүгін АПЛ-да тамаша ойындары бар. Соның бір қызықты ойындарының бірі Бормунд пен Манчестер Юнайтедтің арасындағы ойын деп санаймыз. Бормунд жалпы соңғы 5 ойында, соңғы ойында ғана жеңіліп қалған. Ол жерде де гол салған, 2-1 есебімен жеңілген екен Лутон Таун командасына. Ал Манчестер Юнайтед қазіргі таңда кестеде 6-ші орында тұр. Негізі 4-ші орынға дейін тұрақтауға болады, шығуға болады. Мүмкіндіктер бар. Себебі 5-ші орында тұрған, 4-ші орында тұрған Тоттенхэм мен Астон Вилланың қарсыластарына қарағанда Манчестер Юнайтедтің қарсыластары жеңіл. Сондықтан да әр мүмкіндікті пайдалана білу керек Манчестер Юнайтедке. Бірақ та қорғанысында өте көп жарақаттар бар. Бормунд шабуылдаушы команда. Бүгін Бормунд пен Манчестер Юнайтедтің арасындағы ойында голдар болады. Міндетті түрде Манчестер Юнайтедтің қорғанысында қателік болады. Қорғаныс қателеспей жатса, Онананың қателеспегеніне де біраз уақыт болды. Андре Онана да қателесіп қалуы мүмкін. Яғни біздің болжам Бормунд бүгін Манчестер Юнайтедке гол салады. Ал енді Манчестер Юнайтед Бормунд болмақ тұрғы, басқа болса да өзінің голын салып кететін командалардың бірі. Сондықтан да екі команда гол салады, немесе біздің нақты болжам Бормунд бүгін Манчестер Юнайтедке гол салады деген ойдамыз. 13-ші сектор арнасының демеушісі 1xBet сіздерге тамаша мүмкіндік беріп тұр. Бүгін ойындар көп. 13-ші сектор промокодымен келетін болсаңыздар, 1xBet тамаша мүмкіндік беріп тұр. Ол қандай мүмкіндік десеңіздер, алғашқы депозит үшін 200 мың теңгеге дейін бонус береді. Бұндай тамаша мүмкіндікті бүгін ойындар көп, жіберіп алмаңыздар. Бонустарды алатын сілтеме осы видеоның астында тұр, достар. Джамал Мусиала деген тамаша ойыншысы бар Баварияның, және де осы тамаша ойыншыдан Бавария айырылып қалуы мүмкін. Себебі The Athletic басылымы айтып жатыр, бұл Джамал Мусиаланы Манчестер Сити қатарларына қосуға жақын дейді. Манчестер Сити алғашқы келіссөздерді Джамал Мусиаланың агентімен бастапта үлгерген. Ал енді Бавария болса, бұл Мусиаланы алып қалғысы келеді. Мусиаланы негізгі құрамның негізгі ойыншысы қылғысы келеді. Мусиала арқылы ойынды жүргізгісі келеді, және де Мусиаланы ең басты жұлдыздарының бірі қылғысы келіп отыр. Бірақ та Мусиала оны қаламайтын сияқты. Басылымдардың айтуынша Мусиаланың өзі де өзін АПЛ-да көргісі келеді екен. Ал енді басқа бәсекелестердің ішінде оқ бойы озық Манчестер Сити осы Мусиаланы аламыз деп отыр. Жалпы Мусиала жылдам, алаңды жақсы көреді, дриблингі жақсы, соққысы әдемі, барлық жағы Мусиаланың Гвардиолаға ұнап тұрғаны белгілі. Ал енді Мусиаланың өзі де АПЛ-ға кеткісі келеді. Себебі егер Баварияда қалғысы келетін болса, осы уақытқа дейін Бавария қанша рет келіссөздерді бастайық деді, бастаған жоқ, қолын қойған жоқ. Баварияда қатты қалғысы келсе, сол қолды қойып мәселені шешіп тастайтын еді. Бұндай әңгіме болмас еді. Демек, Мусиала басқа жаққа кеткісі
келеді. Трансфер маркет порталында Мусиаланың қазіргі құны 110 миллион евро. Ал Бавария 110 миллион евроға сатса болады, немесе тағы да үстіне ақша сұраса да болады. 150 миллионға сатса да таңғалмаймыз. 200 миллион болса да қазіргі трансферлерге футболшылардың таңғалмайтын болып қалғанбыз. Жалпы Мусиала жайлы ақпараттар осындай. Интер Майамиде Лионель Мессидің жалақысы қанша? Интер Майамидің басшыларының бірі Хорхе Мас бұл жайлы ақпараттарды ашып, жайып салды. Интер Майамида Мессиге нақты Интер Майамидан 50 миллион 60 миллионның айналасында 50 миллионнан жоғары жалақы кепілденген гарантия, ол 50 миллионнан жоғары жалақы алады дейді Хорхе Мас. Ал енді одан бөлек Apple компаниясынан және де Adidas компаниясынан алатын біршама жалақылары бар деді. Одан бөлек бұл басшының айтқан ақпараты және де бұл нақты деп айтып жатыр, кейін кезде басылымдарды айтып жатыр. Лионель Месси Интер Майамидің басшысы болады, яғни 30% 40% акциясын сатып алуы мүмкін деген ақпараттар бар. Бұған қазіргі Интер Майами БХМ Хорхе Мастар келісімін берген. Яғни Интер Майамидің басшысының біреуі Лионель Месси болады, ойыншы ретінде келісім шарты аяқталғаннан кейін. Бүгінге осы достар, 13-ші сектор арнасына жазылып қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Біз сіздер үшін жиі күнделікті футбол ақпараттарын жеткізуші арнамыз достар.